Анашым, маған футболға жаңа бутсы әперіңізші. Әрине ботам, сенен ештеңені аямаймын. Құлыным Арсен, дипломың құтты болсын. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Бүгін маған үлкен қуаныш. Бақытты болыңыздар. Алла тағала сендердің тек қуаныштарыңды көрсетсін. Керемет. Так, сен де қазір. Алло? Анашым, мен саған өзім артынан хабарласам. Иә, сосын. Арсен, бақытымын мына жерге қойып жүріңіз. Таңдадың ба? Иә. Мынаны анашыма, ананы маған алайын. Мынаны саған ба? Иә. О, әдемі екен. Анашыма кейін алайын. Туған күн жақында келе жатыр ғой, біз аламыз. Өздеріңіз айтқандай кейін қылып істедік. Мына оң жақтан мына жерден барып түсетін болады. Маған мынаны айтып жіберіңіздерші енді. Мынау полға кафель дұрыс па әлде сіздерге ламинат қойып? Әке, Ал балам. менің бөлмем қайда болады? Сенің бөлмең? Балам, сенің бөлмең жоғарыда болады. Қазір. Қазір аға қайтамыз. Ал, болдың бір ма? Болды. Ал жүріңдер енді Әміржанның бөлмесін көрейік. Ой, жүріңіздер, көрсем өзіме. Бауырым, келіскені баға ғой. Келіскен баға. Все, алам. Ал. Құтты болсын. Рахмет. Арсен аға, ассалаумағалейкум. Қалай жағдайыңыз? Мұхаммед, қалайсың? Жақсы өзі. Үлкен жігіт болыпсың. Жоқта барлығы тыныштық еді. Иә, шүкір, Алла деп. Жолдан өтіп бара жатып, жедел жәрдем мәшесін көріп едім. Біздің үй жоқта ма? Иә. Қашан? Шамамен 10 минут бұрын. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болың. Телефоным сенде ма? Жоқ, мен емес. Онда машинада қалған шығар. Кеттік жүр. Так, сен де қазір. Алло? Аналарыңа көңіл бөлуді ұмытпаңдар. Және еш уақытта кейінге қалдырмаңдар. Кейін кеш болып қалмасын. Дәл осы кез, осы уақыт, осы бір сәтте көңіл бөліп, бақыт сыйла.